Мен есімім Тағаев Нұрсұлтан, сату маманымын, сату экспертімін, сату менторымын. Сату бойынша 3 жылдық тәжірибем бар. Қазақстанның 14 қаласымен онлайн сауда жасағанмын. Оның ішінде Қазақстанның 14 қаласына домбыра жібердім, Қазақстанның 14 қаласына ворота саласымен айналыстым, және балалар ойыншығын жібере алдым. Қазіргі таңда көп жерлерде, яғни көбісі офлайн сатуға үйреніп қалған. Офлайн сату ол алдына келген адамдарға ғана сатып үйренген. Ал қазір заман қайда кетті? Заман онлайнға қарай кетті. Онлайн деген яғни WhatsApp арқылы сөйлесу, немесе сіздің жарнамаларыңыз жан-жақта болатын болса, оның ішінде OLX-те, Instagramда болатын болса, сізге клиенттеріңіз жазады. Мысалы, сіз белгілі бір өніммен айналыссаңыз, белгілі бір тауарды сатып жатсаңыз, немесе өзіңіздің услугаңызды көрсететін болсаңыз, сізге жан-жақтан міндетті түрде адамдар жаза бастайды. Ол кезде сату бір бөлек, офлайн сату бір бөлек. Келсіз ба? Офлайн сатуда адамның жүзін көре аласыз, сөйлесе аласыз, яғни таныс адамдар сияқты сөйлесу жеңіл. Ал енді онлайнда қалай сөйлесу керек? Онлайн мүлдем басқа. Онлайн мүлдем басқа. Сондықтан ол жерде көп нәрсе әсер етеді. Мен тауарды таныстырсам болды екен, бағасын айтсам болды екен деген нәрсе жоқ. Себебі қазіргі таңда бір затқа, бір клиентке 100 кәсіпкер бар. Яғни сіздің 100 конкурентіңіз бар деген сөз. Сіз сәл ұнамай қаласыз ба, келесі конкурентіңізге кетеді клиент. Сондықтан онлайн сөйлесу өте тонкий нәрсе, өте мән беретін нәрсе, жақсылап, ойланып, жасалыну керек. Егер сіз нөлден бастап жатсаңыз, онда осы сабақтар тікелей нөлден бастап қалай сөйлесу керек, қалай танысу керек, затта қалай презентация жасайсыз, осының барлығын үйренетін боласыз. Ал егер сіз кәсіпкер болсаңыз, белгілі бір дәрежеде уже жасап жатсаңыз, осы тауып жатқан табысыңызды 2 есе X2-ға көтеруге болады. Яғни сіз қазіргі таңда 10 клиенттің қаншасына сата аласыз? 10 клиенттің қаншауына сатып жүрсіз? Егер 10 клиенттің 5-іне сатып жүрдім дейтін болсаңыз, 8-9-на көтеруге болады онлайн арқылы. Сату бұл пиғат ету емес. Сату бұл тез-тез ақша алу емес. Бұл өнер, сату деген өнер. Сату деген сіздің персональный личностіңіз көріну керек. Сіздің тұлғалық, жеке тұлғалығыңыз көріну керек. Сіздің дауысыңыз ерекше болу керек. Сіздің киіміңіз де ерекше болу керек. Отырып жатқан жеріңізде, атмосфераңызда жақсылап клиентке бере алсаңыз, клиент Қазақстанның қай точкасында болса да, сіз басқа жерде, ол клиентіңіз мүлдем басқа жерде болатын болса, сізден алады. Адам адамнан сатып алады. Яғни роботтан емес. Робот болмау керек. Өзіңді көрсете алу керек. Мынандай мен адам бармын, осындай кәсіпкер бармын, жұмыс жасап жатырмыз деген сияқты дәлелдеп көрсете алу керек. Мысалы, клиентке бәрібір, сіз көңіл күйіңіз болмай жатыр ма? Жоқ, сіздің тауарыңыз өтпей жатыр ма? Болмаса, сіздің сол моментте көңіл күйіңіз жоқ па? Оған бәрібір. Клиент звондаған кезде, сіз как кәсіпкер, как лидер ретінде барлығын жинастырып, бүкіл фокусыңызды клиентке аударыңыз керек. Әдемлеп сөйлесу керек, бар жан тәніңізді сала білу керек. Дауыс ырғағына да мән беріңіз, жүзіңізге де мән беріңіз. Сатып жатқан өніміңізге сенімді болсаңыз, болды. Сата алмайтын кәсіпкер бар, сатып алмайтын клиент жоқ. Фокустың бәрін сол жерге қойып, жақсылап презентациялап, айта алу қажет. Енді сатудың негізгі 5 этапы бар. Оның бәрін сабақтарда өтеміз кезең-кезеңімен. Әр этапқа мән беру керек, әр қайсысына қарау керек. Досконально, неге бұлай болды, неге ол олай деді, мен ол кезде қандай көңіл күйде болдым сөйлесіп жатқан кезде, менің көңіл күйім қайда болды деген сияқты осы кедергілермен жұмыс жасау керек. Сату бұл адамдарға көмектесу. Сату бұл адамдарды ояту. Сату бұл кез келген қиындықтан шыға білу. Сату бұл всегда позитивті көңіл күйде жүру. Сату бұл сізге де жеңіс, клиентке де жеңіс болу керек. Сіз
сата алсаңыз ғана қалтаңызға ақша түседі. Сата алмайсыз ба, клиент сізге ақша төлемейді деген сөз. Сондықтан барлық нәрсені сіз білуіңіз мүмкін. Таргетті білуіңіз мүмкін, OLX-ті білуіңіз мүмкін, тауарлардың төртін әкеп тастауыңыз мүмкін, бүкіл склад бәрі сіздікі ол мүмкін, бірақ сата алмасаңыз не керегі бар бұның бәрін? Сондықтан сату бірінші орында. Сата алсаңыз ғана сіздің көңіл күйіңіз, сата алсаңыз ғана сіздің жарқырауыңыз, сата алсаңыз ғана сіз көңіл күйіңіз көтеріліп, проблемаларыңызды шеше бастайсыз. Келісесіз ба? Міне сондықтан сату өнеріне үлкен бір махаббатпен қарау керек. Сату өнеріне бар жан тәніңмен беріліп кірісу керек. Сату өнеріне барлық проблемаларды артқа тастап, кірісіп кету керек. Бұның барлығы жаңағы мен алдындағыда айтқандай, барлығы қадам-қадаммен. Көп сатушылардың қателігі, көп кәсіпкерлердің қателігі бірінші клиенттің қалтасына түседі. Мүлдем дұрыс емес. Бірінші тек қана ақшаны ойлайды. Мүлдем дұрыс емес. Бірінші тек қана ақшаны ойлайды. Тез-тез сатып жіберсем, тез-тез ақша алсам деп. Тез-тез сатып жіберсем, тез-тез ақша алсам деп. Жоқ, бұл әдет болып қалыптасып кетеді осылай. Әдеттер біздің өмірімізді қалыптастырады. Әдеттер біздің тағдырымызды қалыптастырады. Әдеттер біздің мынау ақша болатын, болмайтынын қалыптастырады бізде. Сондықтан әдетке де мән беру керек. Сіздің ойыңыз бірінші қайда жүгірді, соған мән беріңіз. Егер бірінші ойыңыз всегда сіздікі тек қана ақша деп отыратын болсаңыз, сатылуы мүмкін, бірақ масштабына емес, түсінесіз ба? Көп адамға емес, 100 адамнан бір 4-5 адамға ғана сатылуы мүмкін. 95 адамыз қайда кетті деген сөз сонда. Ал 100 адамның 95 адамына сату үшін сіз клиенттің қалтасына емес, бірінші көмектесіңіз. Проблемасын шешуге тырысыңыз. Клиент сезеді, сіз көмектесіңіз келіп жатыр ма, жоқ әлде тез-тез сатып жібергіңіз келіп жатыр ма? Сондықтан сату бұл адамдарға көмектесу. Көмектесе беріңіз. Қандай проблема болып жатыр? Не үшін сіздің затыңызды алғысы келіп жатыр? Қандай болғанын қалайды? Неге сізден алғысы келіп отыр? Деген сияқты шынайы ілтипатыңызды, ниетіңізді білдірсеңіз, клиент оны сезеді. Яғни бұл сатушы менің қалтама емес, менің жағдайымды ойлап жатыр екен. Бұған сенуге болады деген сөз. Түсіндіре алдым ба? Егер сізде біреуден зат алып жатсаңыз, егер өзіңіз клиенттің орныңызға қойып қараңызшы. Біреуден зат алайын деп звондадыңыз немесе сообщение жаздыңыз. Сізге бірден осынша тұрады, давай ала қал деген нәрсе сізге жағады ма? Жоқ, олай айтып жатқан жетеді адам. Олай айтып жатқан кәсіпкер жетеді. Тез-тез ала сал, менен ала сал деп жатқан сияқты. Ал ол алғаннан кейін сізге пайдасына жарайды ма? Сіздің проблемаңыз шешіледі ма? Сіз одан кейін қуана аласыз ба? Сатып алғаныңызға өкініп қалмайсыз ба? Міне осының бәріне қарайды. Сондықтан кәсіпкердің ең бірінші мақсаты бұл клиентке көмектесу. Ақша емес. Клиентке көмектесіңізші, проблемасын шешіңізші. Ақша келеді, ақша келеді. Клиент проблемасы шешілген үшін ақша төлеуге дайын. Клиенттің жүзіне бір күлкі келген үшін ақша төлеуге дайын сізге. Клиентті қуанта алсаңыз, ақша төлеуге дайын. Ол кезде сіздің затыңыздың бағасына қарамайды. Сіз айтқан бағадан сізге 2 есе төлеуге дайын. Егер сіз көмектесу мақсатында әрекет жасасаңыз, ақшасына түспеңіз клиенттің, только көмектесу мақсатында. Көмектесе беріңіз, жақсылық жасай беріңіз. Или ол сізді сол момент алмасын, бірақ ол сіз оның есінде қалып кетесіз. Міне сондықтан сату өте керемет дүние. Сату бұл өзіңді тәрбиелейсің. Сату арқылы бүкіл қоғамды тәрбиелейсің. Сату арқылы өзің жағдайын жасайсың. Сату арқылы жақсы өмірге дайындық жасайсың. Ал енді келесі сабақтарға сәттілік, барлығы қадам-қадаммен өтеміз. Сау болыңыздар.